Ассаламу алейкум. 2024 жыл 10 август. Ош областы Қарасу районы 36 айыл аймағы Тойчы айылы расми атақ қуыт. Бұл Шекербек ағамның питомнигі чақан. Бұлар мен өзім қолдарымен отырғызған алма көчеттер. Бұл 3-ші жылғы алмалар. Тілеке қаршы уже Бішкекке қотырғаннан кейін анша бұт албай қалды. Чоңайып, олар осы жаңғақтар эксперименталдық бұл ассорти бағы. Бұл жерде жаңғақтан 4 сорт бар. Чентлер, Фернер, Смол. Бұлардың кейбірі отырғызған жылы алғандарда болды мөмі. Мөмі алғандарда болды. Бірақ бұлар мистелер. Мистелерді мұндай уланғандарда жоқ емес. Бұл осы чентлер жаңғағы мысалы. Ошыл отырылған жылдағы түшімберді қышында қатты суықта үшігіріп суық ұрған жылдарда болды. Бұл жер мұна защищенный бір жер. Дарақтар, үйлер тосып тұрады. Бірақ ошенседағы біраз адаптация изілдөөсі қатары тегілген болчы уағында. Кечіп шат чентлер сорттары октябрьдің 20-25-терінде. Жаңғақ көчеттер, кейбір қиштырылған, кейбір қиштырылған емес, мистелер. Өріктің сорттары бар. Черешнянан, шеренгелястан сорттары. Бұты форма беруге әрекет қылынған. Бұл жерде құрма, былтыр қатты суықта үші көріп, қайрадан ойғанып, қуантып мөмі тейіктір. Ойғанған жерлерінен. Алайым бұлар болса полкарлик алмалар. Аралықтары 1,5 метрге отырғызылған. Терегіштерменен тереліп, жамғырда жап аштадыошты. Алмаларды қараңыздаршы, айебай дағымды. Өзім азыр жеп атам. Өзің мейнетіңменен қолыңменен отырғызып мейнетің өзірін бүгін көріп отқан күн. Аяғында мұндай сынып кетейінді алғандар да бар. Оқмыш сонын Golden Delicious сары алма. Бұлар беттерге жазылған әрбір сорт. Қайсыл көчет қайсы сорт екені бағарын естеп қалыш қиын. Ошончы информация болып отады, ошончы маалымат. Бұлардағы Golden сорттар екен. Көріп отқаныңыздардай. Окей, шолардан көрініштер. Көчеттер негізінен Түркияның көчеттері, Түркиядан келген көчеттер. Русланбек Назаров енімен алғамын. Кейбірін өзім Түркиядан алдырғамын. Кейбірін Өзбекстаннан да келіп қалған, Сербиядан да келіп қалғандар бар. Аз-маз бөлігі. Бұлар бадамдар. Бұлар мисте көчеттер. Бұлар бадамдан башқа сорттары. Бұл жерде 4 тана сорт бар. Көрүүчүлөрдөн кейбирлери бизге да белек кылган экен, бадам bir сортун. Макако сумал мисалы. Анан калгандарын өзүм дагы алып келип отургузганмын. Бул дагы 2 жылдык дарактар. Алма дарактары, сорттары бөлөк-бөлөк. Галанын bir түрү бар. Дагы кайсы бир канча сорттор бар да. Алмалар бышып, түсі аябагандай жакшы, даам аябагандай жакшы. Жүзүм тыт. Бул жер каралбай калды. Мен өзүм Бишкекке которулуп качан келгенде, бүгүн келди мисалы Бишкектен. Бул жерин отоп чаап, ата-энем жана ошол агам жардам берип карашып атышат. Негизинен жаман эмес көрүнүш. Мындай мол бадамдар уже 3-ші жылы мөмө түйдү. Руслан инимен алған, Руслан Үкаман алған бадамдар. Ол жерде мөмөлөрдөн бираз көрсөтүп коюн дедим эле. Аябагандай гүлдү, аябагандай түйгөн. Азыр жалбырагын арасында жакшы көрүнбөй атат. Быйыл буйруса мөмөсүн көрөбүз. Подвою эсимен чыгып атат. Клоновый подвой. Астынан чыккандар ошол клондук подвойлор кыйы астылар. Булар аябагандай күчтүү өсөткөн. Бул жерде суу да бар, суу үзүлбөйт. Ошол үчүн дагы өтө тездик менен өсүп кетти да. Тездик менен жооноруп 3 жылда эле 4-5 жылдык дарактай болуп өстү. Могу шиңилде мөмөлөрдү көрсөңүздөр болот. Бадам. Ысык, кайракы жерлерде суусу бар адамдар бул түрлөрдү ойлонсо жакшы болот. Булар дагы мистелер, фисташкалар.
алма кайралы. Кыскача ушундай маалыматтар.